Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда қалыңдыққа арналған гүл және де наборларды жасап үйренетін боламыз. Видеолар ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл наборды жасау үшін бізге қажет заттар осындай гүлдер, қайшы, скотч, ыстық клей, лента және де фетр және де әшекейге арналған бұйымдар. Енді біз ең алдымен гүлдерді осылай бір-біріне сәйкестендіріп реттеп аламыз. Ең бірінші гүлді сәл жоғарырау етіп орналастырамыз және де одан кейінгі гүлдерді одан кішірек және де одан кішірек етіп букет қылып ораймыз. Букет қылып ораған кезде осындай скотчпен 2 түйірін, 3 түйірін бірінші скотчтап алып, содан кейін жай-жайдан қосып отырып скотчтасақ болады. Сол кезде біздің букетіміз біркелкі әдемі болып шығады. Скотчты бірнеше рет қаттырақ етіп байлап және де 2-3 жерден орап шықсақ дұрыс болады. Видеода көрсетілгендей етіп төменгі жағында осылай скотчтап шығамын. Келесі кезекте осы қолға ұстайтын жерді жабамыз. Мысалға, бұл жерде кардонмен, әртүрлі заттармен жабуға болады. Мен фетрді қолданамын. Ең алдымен ыстық клейді жағып, фетрді бір слой орайтын боламын. Осылай қысып отырып, жіңішкелігін сақтай отырып, орап шығамын. Және де екінші мәрте дәл осылай тағы да бір слой фетрдан орайтын боламын. Ал сіздер бұдан да үлкенірек болғанын қаласаңыздар, қолға ұстайтын жердің бірнеше мәрте орасаңыздар болады. Маған осындай жіңішке болғаны ұнағандықтан осылай қалдырдым. Видеодағыдай ыстық клейді жағып аламыз, содан кейін фетрді қысып отырып, осылай орап шығатын боламыз. Ыстық клейді осылай әр жеріне тоқтап құя отырып, жабыстырып шығамын. Сол кезде нығыз әрі қатты болып шығатын болады. Осылай жабыстырып болғаннан кейін гүлдерді осылай тартып ашатын боламыз, яғни бұл үлкен объем береді. Осылай жасап шығамыз. Гүлдердің орналасу реттілігіне қарай үлкенірек қылып осылай жасап шықсаңыздар болады. Ортасы қатты ашылып қалмауын қадағалаймыз. Гүлдерді еркін орналастырамыз. Енді келесі кезекте осы ұстайтын жерді одан әрі сәндегіңіз келсе, осылай атласпен орап шықсақ болады. Видеодағыдай. Атласты жабыстырып болғаннан кейін осылай жылтырлақ жабыстырсаңыз болады. Ыстық клейді ең бастапқы тұсына жабыстырып аламыз, және де ортасына, және де ең соңғы жағына ыстық клейді құя отырып жабыстырып шығамыз. Бұл бізге сәндік береді. Қалыңдық гүлін жасап болдық. Енді келесі кезекте біз қыз жолдасқа арналған осындай қолға тағатын набор жасаймыз. Ол үшін мен осындай 2 дөңгелек етіп фетр қырқып алдым. Сол фетрге осындай кішкене гүлдерімізді ыстық клеймен жабыстырамыз. 3 гүлді пайдаланамын. Осы біздің букетімізге сәйкес келетін түстерді жиынтықтаймыз. Осылай жабыстырып болғаннан кейін дұрыстап жібереміз, және де арғы бетін ыстық клей құйып лентаға орналастырамыз. Қаттырақ басып жабыстырылғанын күтеміз, және де лентаның арғы бетіне тағы да бір фетрді жабыстырамыз. Бізге арғы беті әдемі болып көрініп тұрғаны да маңызды. Осылай көбірек ұстап жабыстырып шығамыз. Күйеу жігіт пен күйеу жолдасқа осындай жасаймыз. Бұл жерде қатты қиын нәрсе жоқ. Атлас матаны осылай қиғаштап отырып, ыстық клейдің көмегімен орап шыға салатын боламыз. Және де жапырақтары қатты жан-жаққа кетіп қалған болса, оны кішкене ыстық клеймен жабыстырып жібереміз. Лентамызды осылай ыстық клеймен жабыстырып шықтық. Сонымен барлығы дайын деуге болады. Мен қалыңдық гүлін жасаған кезде үлкен гүлдерден 7 данасын қолдандым. Дәл сізде
егер қажет болып жатса осылай жасап көріңіз, қолыңыздан келетініне сенімдімін. Видеоларым ұнаса лайк басып, тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл менің одан әрі пайдалы видеолар түсіруіме шабыт береді.